Сәлем достар, егер талқаннан не жасайтыныңызды білмей жатсаңыз, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бізге жартылай ерітілген сары май немесе маргарин керек. Оны біз талқанымызға қосамыз. Дәміне қарай қант саламыз. Мен қантта аз салдым, өйткені бізде тәттіні ұнатпайды. Одан соң қоюланған сүтті қосамыз, яғни сгущенка. Жақсылап араластырамыз. Қолымызбен араластыра отырып, бір массаға келтіреміз. Егер майларыңыз аз болса, міндетті түрде араластыру барысында қосып отырыңыздар. Қолымызбен осылай жинаған кезде біздің талқандарымыз үгітілмесе, біздің жентіміз дайын. Енді бір формаға келтіреміз. Мен осы ыдыста жинадым. Бұл формаға келтіру өз қалауларыңыз бойынша. Әртүрлі формаларға салсаңыздар да болады, немесе дөңгелек пішінге келтірсеңіздер де болады. Мен осы ыдысқа жинадым. Бір тегіс етіп, тоңазытқышқа 1 сағаттай қалдырамыз. Мінеке достар, біздің жентіміз, яғни қазақша десертіміз дайын. Балаларыңызға жасап беріңіздер, оларға ұнайтын болады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы менің каналыма жазылып, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.